Әл-Фарабидің философиялық жүйесінің негізі адам мен оның зияткерлік, өнегелілік кемеліне келуі болды. Ол кемеліне келген адам туралы ілімді жасады. Ең алдымен қыркүйекте маған шығармашылық топты тапсырады. Сол кезде ең бірінші күні менде сәл қобалжу болады. Ең басында андай ойлар болады. Шығармашылық қандай екен, активный топ па, либо пассивный ма деп сондай бір ой болады. Сосын кірем, ең бірінші курчастар болады, кураторский сағатқа кірем, и қарасам, бәрінен бір кішкене ұялу, бір-бірінен қысылысып, тып-тыныш отырады. Түсінбеймін, ойлаймын, басында өздері осындай тихий топ па деп, барлық балалар осындай ма деп. Сөйтіп ең бірінші күнім солай өтті. Потом дальше уже оқушылармен жеке-жеке сөйлестім, бір-бірімен өздерінің темалары болды, солармен жеке-жеке подход таба білдім да. И сол кезде уже түсіндім, что шығармашылық реально андай бір активный, жаңа Бексұлтан аға айтқандай, слишком ерекше, жақын топтардың бірі болды. Тіпті даже осы недавно практикаға барғанның өзінде 2 күн көрмедім. 2 күннің көрмеген өзінде шығармашылықты прям андай өте қатты сағындым десем болады. Сетсіз, дым байланыса да алмадым, и чисто практикадан келген кезде оқушыларымды көріп, прям кәдімгідей жылылық алдым. Шығармашылық тобы негізі өте ерекше топтардың бірі. Мен бұл топты қыркүйек айының соңына қарай алған болатынмын. Бастапқы кезеңде 10-11 баламен бастадық. Одан кейін жарты жолдан негізі ортасында балалар көптеп қосылды. Өте ерекше балалар. Атайтқандай шығармашылық десе шығармашылық қой. Әркімнің өзінің бөлек бір таланты бар деген секілді. Ортасында мейрамдарды болсын, жаңағындай әртүрлі сабақ барысында болсын деген сияқты сыйлықтар сыйлап тұрады, немесе күшті естеліктер. Сексналысының арасында дәл осы анықталған, негізіне келгенде уақыт анықталмаған екен. Соның бұл кісі көтерудің негізгі себептері бірі дейді. Көбінесе атайының аттарында Ибн деген атау, ұлы болсын кезінде, мысалы. Топ қалай салып жақсы ма? Маған өте ұнады, топпен бірден сөйлесіп кеттім, ешқандай қиындық болмады. Қыздармен, ағаркемен лагерьден бастап келген болатынбыз. Сондықтан бірден білдім, келген кезде ешқандай некомфорт болмады. Сразу бәрімен сөйлесіп, вайбты ұстап алдым десем де болады. Біз сол желтоқсанға видео түсірген кезде мен мектептен мылтықтың макеті болар емес па, соны алып кеткен болатын. Соны алып барып біз мылтықпен атып, сондай видеолар түсіріп жүргенбіз. Біз көшенің бойында түсіргенбіз ғой, анау Ақжар бар ғой, 200 мектептің арт жағында құрылыс болып жатыр ғой, сол жақта түсірдік. Сол жерде машиналар қасымыздан тоқтап, бізді видеоға түсіріп жүрген ғой, ал олар полиция шақырған екен бізге. Полиция шақырған екен. Сөйтіп, полициялар келіп, біз ан жақта сөйлесіп, осында желтоқсан видеосын түсіріп жатырмыз деп, сол сөйткен болатынбыз. Ол әрқашан бірінші кезекте кез келген оқыған дүниені қайталап отыру, сабақ барысында болсын, барлық оқушылардың, мысалға, кейбіреулер болады, мысалға, курсқа дейтін настроениесі болмай, көңіл күйі болмай келеді. Сондай моменттерде оқушылардың бірден көңілін көтеріп, ол да негізі қатты әсер етеді, мысалға, көңіл күйі болмаса, сабақты дұрыс тыңдамай, сол тақырыпты меңгермей қалу мүмкін деген сияқты. Мен барлық аудиторияны қамтуға тырысам, если көңіл күй болмаса, бірінші кезекте көңіл күйін көтерем, ән айтамыз, ортасында ойындар ойнаймыз, солай көтеріп алып, несеміз, одан кейін барып қана сабаққа кірісеміз, және де сабақ барысында кез келген оқыған тақырыпты қайталап отырамыз. Үйге барам, жылап аламын, пробный тапсырамын, онда болып, осыдан пробныйдың 640-ның оқушысы боламын деп. Маған андай болатын, 140-та оқу авторитет, 140-та оқитын оқушылардың бәрі андай деп ойлайтын, андай жақсы оқитындар, милар жақсы жасайтындар сөйтетін. Басында біздің шығармашылықты ешкім менсінбеген, басында видеоға да түсірмейтін, аптасына бір-ақ рет келетін болсаң, бізді ешкім танымайтын етіп. Сосын бір келеміз, екі келеміз, басқа топтар түсіп жатыр, контентке де түсіп жатыр, инстаграмға да түсіп жатыр, уже бүкіл мұғалімдер бәрін таниды. Бір күні сөйтіп біз Манас ағайды енді танып жатқан кез, сөйтіп ағайды ұстап қалдық. Ағай, біз шығармашылық бізді түсіріңізші деп. Ағай, түсірем, келем деді, жоқ болып кетті. Сосын бір апта өтеді, екі апта өтеді,
біздің қыздар уже Манас ағайға барады да, андай үлкен А4 хат алып барады. Ағай, сіз бізді түсірмейсіз, еще қызыл ручкамен Манас ағай контент бөліміне деп, біз оларға хат апардық, бердік та, бүйтіп лақтыра салдық самолетикпен. Өйткені сол кезде бәрін білетін, бізді ғана білмейтін. Сол кезде біз ойлайтынбыз, неге бізге көңіл аудармайтын, неге көңіл бөлмейді деп. Қызық оқиғалардың бірі сол болған. Өзімізге внимание керек деп, біз контентке де барғанбыз, неше түрлі апайлармен де сөйтіп танысқанбыз. Сөйтіп бізде неше түрлі идеялар туып, қазір контенттен шықпаймыз. Кураторлықта әр оқушыны, мен ойымша, просто әр оқушыны жеке сөйлесіп, әр оқушыға жеке подход таба білу керек. И тіпті, например, біздің неде основной осы классрум ғой, классрумға кейде оқушылар салады, кейде салмайды. Сол кезде просто ұрыспай, спокойно сөйлесіп, бірінші проблемаласын біліп, өзінің сабақтан бөлек тыс сөйлескен дұрыс деп те ойлаймын. Чтобы оқушымен жақын бола білу үшін, олардың проблемаларын, олардың жеке интерестерін қызыға білу үшін. Жалпы сол. Мен ойлаймын, осы жылы шығармашылықта оқытқан әрбір оқушы бұйырса грантқа түседі, себебі олар тарихты тек қана сабақ ретінде емес, олар тарихты өздерінің өмірлері сияқты қабылдады. Оған септігін тигізгенім үшін мен өте бақыттымын. Енді қоштасқым келмейді, ешкіммен уже бауыр басып қалдым десем де болады. Уже үйреншікті болып кетті, мына жаққа келу, жолмен бару, қайту, классрум тазалау бәрі. Енді білмеймін қалай болатын бір жылдан кейін. Бәрі может 140-қа жұмысқа тұрсам, келіп жүрген шығармын сол жолмен баяғы. Сол кезде, соны айтқан кезде ойлағам мен, ойбай, қалай болады екен, бір жас үлкен адамға қалай апай деп айтасың деп жүре. Сосын деген сөйтіп ойладым, сөйтіп жоқ, бірақ 140-қа келсем бәрі үлкен көрінеді, қарғымыз. Бірақ та 2004 жылы, 2005 жылы адамдар дейді, бәрі үлкен көрінеді, апай дегенге былай неудобно болған жоқ, просто іштей біліп тұрасың да, сенен бір жас үлкен екен, бірақ та 140-тан андай ұғым бар екен, что бір жас үлкен болса да, ол бәрібір сенен жоғары ғой. Сондықтан менде вообще ондай проблема болған жоқ, бірақ. Композиция құрғанын аяулым құрды, надписьтарды біз бірге жасағанбыз тоже. Бұл Айжанның алған балы. Осы бәр суреттер бізге апай шығарып берген. Жасаған болатын арфа сияқты. Деген идея. Аплодисменты. Мен портреттер салғам тұлғалардан. Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы. Кейін Манас ағайға көрсеткем. Манас ағай айтқан еді маған Инстаграмда сол мен портреттеріме актуальный ашам деп. Бірақ ол күн болмады. Кейін ұстаздар күніне, алғыс күніне мен Аяулым апайдың, Ару апайдың және Бексұлтан ағайдың портреттерін салған болатын. Құрметті менің шығармашылық Голливуд тобым. Сіздерге тілерім ең бастысы ұлттық бірыңғай тестілеуден 35-тен 35 балл алып, универден шығармашылықтан жоғарғы балл алып, сіздерге грант бұйырсын. 8-9 ай оққан еңбектеріңіз ақталсын, армандарыңыз орындалсын. Ең бастысы өмірден өз орындарыңызды табыңыздар. Бексұлтан ағай сіздерді жақсы көреді. Сүйкімді де сүйікті шығармашылығым. УБТ-дан 35-35 алып, шығармашылық емтиханнан 90 алып, общий 25 алып, өздерінің сүйікті мамандықтарына, универлеріне түсіп кетуіне тілектеспін. Мен сендерді өте қатты жақсы көремін.